Мынау Израиль премьері Биньямин Нетаньяху. Ол Газа секторында операция жүргізген, Иранмен де 12 күндік соғыс жүргізген. Алайда өз елінде оған 6 жылдан бері айып тағылып келеді. Бірден 3 бап бойынша айып тағылып отыр. Түсіндіріп берейін. 2019 жылдың 21 қарашасында Израильдің бас прокуроры Нетаньяхуға 3 іс бойынша айып таққан. Бұл пара алу, алаяқтық және қоғам сенімін теріс пайдалану айыптары. Премьер бұл айыптарды бірнеше рет жоққа шығарған. Іс 2020 жылдың 28 қаңтарында Иерусалимнің аудандық сотына жіберілген. Енді айыптарға тоқталайық. Нетаньяху бірнеше рет ірі көлемде пара алған делінеді. Сонымен қатар медиа компаниялардың бірімен жағымды репортаждар жасап берген үшін заңсыз келісім жасасқан дейді. Ал үшінші айыбы бойынша Нетаньяхудың бай бизнесмендерден қымбат сыйлықтар немесе қызметтер алған туралы айыптауы бар. Енді іс неге кешігіп жатқанына тоқталайық. Оған бірінші себеп 2023 жылдың 7 қазанында Хамастың Израильге шабуылы. Бұл шабуылдан кейін сот процесі уақытша тоқтатылды. Елдегі соғыс жағдайы мен ұлттық қауіпсіздік мәселелері соттың кейінге шегерілуіне әкелді. Екінші себеп Нетаньяхудың үкіметі мен оның жақтастары сот процесін саяси шабуыл ретінде қарастырды, ал бұл сот отырыстарын ұйымдастыруды қиындатты. Сонымен қатар Нетаньяхудың одақтастарына қатысты тергеулер сот жүйесіне қысым жасап отыр. Тағы бір себебі COVID-19 пандемиясы да сот процесін кейінге шегерген. Нетаньяхудың адвокаттары процесті кешіктіру үшін заңды белшесінен баспайтын әртүрлі тактикаларды қолданған. Нетаньяхудың өзі барлық айыптауды жоққа шығарады және мұны саяси қудалау деп есептейді. Алайда кейбір саяси сарапшы Нетаньяхуды Газа секторындағы операциялар мен Иранмен қақтығысты өз еліндегі сот процесінен жалтару үшін жасады деген тұжырым айтады. Ал Газа секторындағы операция бәсеңдеп, Иранмен қақтығыс тоқтағанда бүгін Трамп Израиль премьерін сотқа тартуды дереу доғару керек деп мәлімдеді. Ол Нетаньяхудың ісін саяси қудалау деп атады. Оның сөзінше ақш Израильді құтқарған, енді премьерін де құтқарады. Осылайша істің ақ-қарасын сотта емес, саяси алаңда шешуге деген талпынысты көріп отырмыз. Бәрін айтып береміз, баяндаймыз, арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.